Ayta beriniz. 8 adam çıktık. 8'inchisi Babayga bir sarbazdı Saparvazda yetip baratkan ofitser. Sol жағы естіп, қазақтың қасқыр қуған аттықпен соққан дегенді біз білмейміз. Мен де көрейінші деп, жаңағы Бабайға дейін ана жігітті қоя берді. Содан қаныштар ат тауып беріп, бізбен бір жолда шықты. Сосын жаңағы қасқыр Жүреді-ау деген жеріне шықтық. Жері жазық, бірақ алда не жатыр? Аңыз жатыр. Содан енді қашанда қасқырдың өзінің жаратылысы ана бөлтіргін қаншықты қорғау үшін әдей адамның алдына келіп қашады. Сол алдына бөлініп келді де бөлтіріктер ана Бектасқа қарай кетті. Ай, не болса да осыны жер жазық қой көрейін деп қуып бердім, барып аңызға түсті. Қозы қойсын. Аңызға түскеннен кейін жаңағы табан жөн нетпеген ба, кібіртіктеп апара бекер. Осының өзін бекер қылдым-ау деген ойда қалдым. Содан ақыры аңыздан шыққаннан кейін бұрқыратты скорысын. Содан не деген өткелсіз деген бар. Сол өткелсізге қарай тартты. Өткелсізден бұрып алдым. Бұрып алсам уже қалдырады да өзіме тұра ұмтылды. Содан қолындағы күн аяз биелайым түсіп оқтай алмай қашып, айнала қашып жүрмін, айнала қуып жүр. Марқым болып кетті ана Олжабай деген жігіт. Не круг жасап не істеп жүрдіңіздер дейді. Сосын ақыры оқтап алдым да атып түсірдім. Содан енді әлгі көп бөлтірікті қуып кеткен кім? Бектас. Солай қарай іздеп шықтық. Іздеп шықсақ бір бөлтірік бөлініп шыққан екен. Бір тастың арасында жатыр екен. Оны анадай көп қиналғам жоқпын. Оны да қуып жетіп аттым. Содан кейін сол үйге келе жатқанда мынау құлатты менің мініп жүргеніме іші күйеді осында Оспан деген кісі. Сондықтан ақа екі қасқыртта соққан құлат дейді. Жарайды, мені кім танып отыр, айта беріңдер деді. Содан атты суытып қойып, үйге кіріп кеттім де жатырым демалып. Бір уақытта бір ақсақал келіп, қарағым Ақтай деген сенсің ба деп. Иә, менмін. Анау көк ат сенікі ме? Менікі. Сол көк атпен соқтың ғой. Жоқ, айтпады ма анау бізбен бірге шыққан. Мен емес, құлат. Жоқ, өтірік айтасың деді. Сіз қайдан білдіңіз оны? Мен өзім қасқыр соқпағанмен әкемнің аты Сұрау деді. Ол кісі қасқыр соққан адам, қарагер аты оған жүйрік. Сонда қасқыр соққаннан кейін ат масаттанып тұрады. Сенің атың да басын шолқып масаттанып тұр. Сондықтан бәрің өтірік айтып тұрсың, көк ат соққан.